Алла тағала адамның ниетіндегі нәрсені біледі. Мысалы, сіз Құран оқыдыңыз, бірақ ниетіңіз Алла разылығы болмаса, Алланың құзырында сіздің Құран оқуыңыз Алла разылығы үшін емес, ақша, дүние үшін деп жазылып отырады. Сол себепті ниет өте маңызды. Әр істі бастамас бұрын ең алдымен жүректегі ниетке қарап алу керек. Егер сіз курс сатқыңыз келсе, басқа да істермен айналысқыңыз келсе, ниетіңіз мынандай болсын: мен бұл білім арқылы біреуге пайда әкелгім келеді, көмектескім келеді, қолымнан келгенді өзгелермен бөліскім келеді. Тек ақша үшін жасалған әрбір іс жүрекке жетпейді. Шынайы ниетпен жасалған іс жүрекке жетеді, адамға әсер етеді, Алла тағала разы болады. Ниет табыстың кілті. Ниеттің таза болса, кәсібің өзі келеді, несібең оңынан болады. Сондықтан әр істе, әсіресе білім беруде, сатуда, жарнама жасауда ең бірінші ниеттің дұрыстығы. Шынайы ниет жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді. Ал сіз бүгінгі істе қандай ниетпен кірістіңіз?